Баршаңызға сәлем. Бүгін ерекше тағам әзірлейміз. Каналға тіркеліп, лайк басқан болсаңыз, сіздермен рецептімді бөлісемін. Бұл тағам маған өте қатты ұнады. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Ендеше бастаймыз. Ұсақтап туралған қырыққабатымызға тартылған ет және пияз саламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, кориандр саламыз. 2 сарымсақты да өткіштен өткіземіз. Барлық жасылап тұрып араластырамыз. 2 ас қасықтан ұн және де 1 жұмыртқа саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Ендеше қолымызбен осылай жасаймыз, піске теріп аламыз. Котлеттеріміздің ортасын дәл осылай ашып аламыз. Ендеше қызып тұрған пеште 20 минуттай пісіріп аламыз. Котлетіміздің үстіне пюре дайындаймыз. Ол үшін қайнатып алған картоплымызды осылай езіп аламыз. Өткіште өткізілген ірімшігімізді саламыз. Үстіне аздаған сүт қоямыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Пісіп шыққан котлеттерімізге дайындаған пюремізді салып шығамыз. Мінекей дайын, енді соус дайындаймыз. Ол үшін бізге 1 стакан су, 1 ас қасық томат және де тұз саламызды араластырамыз. Дайын соусымызды үстіне қойып шығамыз. Тағы да ірімшік саламыз. Қызып тұрған пеште 30 минут пісіріп аламыз. Тамағымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер.